Қазақ тілі пәні тақырыбы ю әрпінің жазылуы. Бейне жазбаны көр. О, ию. Қысқа и, у дыбыстары естілгенімен жазғанда ю әрпі жазылады. Ю әрпі қазақ сөздерінде де, орыс тілінен енген термин сөздерде де жазыла береді. Ю қос дыбыстың таңбасы. Ию, ую. Ию, ую. Ю, үйу, үйю. Жаю, жаю. Кею, кею. Қою, қою. Ою, ою. Қазақ тіліндегі сөздерде и әрпінен соң у жазылмайды, ю әрпі жазылады. Қи, қию. Ки, кию. Ти, тию. Есіңде сақта. Ал ю әрпі жазылмай, ию, қысқа и, у дыбыстары естілуі бойынша жазылатын сөздер. Киюана, аюан, хайуанат, хиюа, миюа. Кітаппен жұмыс. Мәтінді мәнерлеп дауыстап оқы. 62-ші жаттығу 30-шы бет. Мәтіндегі Юра деген баланың есімін алып қарайық. Ю дыбысында и, у дыбыстары естілгенмен жазуда олардың орнына ю әрпі жазылады. Дәптермен жұмыс. 63-ші жаттығу 30-шы бет. Жаңылтпашты жатқа жаз. Оқушылар, келесі тапсырма 65-ші жаттығу 30-шы бет. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, өлеңді құрастырып жазасың. Яғни, ормандағы аю ойы балға. Қою ма, тою ма? Бір сөзді таңдап қой. Сонымен оқушылар, сабақты қорытындылайық. Есіңе сақта. И, у дыбыстары естілгенмен жазуда олардың орнына ю әрпі жазылады. Мысалы, аю, ою, көркею.